Диспетчер 7500 рейсімен байланысқа шығуға тырысады. Ұшақ ішінде нағыз дүрбелең болып жатыр. Адамдар жан-жаққа ұшып, біреулері қаза тапқан. Бәрі 4 сағат бұрын басталған еді. Стюардессалар Сьюзи мен Лора жолаушыларды қарсы алады. Сьюзи өзінің күйеу жігітімен түскен суреттерін көрсетеді. Лора Сьюзидің мүлдем күлмейтінін байқайды. Ол жай ғана шаршағанын айтады. Жолаушы Элис күйеуі Рикке басқа адамдар туралы шағымданады, ал Лэнс есімді жолаушы шабаданын орындық астына қояды. Жандағы адамға бұл оғаш көрінгенімен шу шығармауды жөн көреді. Лора капитанға қоңырау шалмақ болады, бірақ кенет қорқып кетеді. Сөйтсе, бұл капитан Пит оған тиіскен екен. Лора келесі ұшуға дейін 3 күн бос уақыттары болатынына қуанады. Питті әйелінің қоңырауы алаңдатады, бірақ ол Лораға бұл жұмыс бабымен деп өтірік айтады. Бірінші кластағы жолаушылар Бред пен Пия сапарға қуанышты сияқты көрінгенімен, шын мәнінде олар айырылысып кеткен. Сапарда айырылыспай тұрып жоспарлаған, ал ақшаны қайтару мүмкін емес еді. Бастапқыда Лиз жандарына ешкім отырмағанына қуанады, бірақ 1 минуттан соң Джакинті келіп отырады. Лиз орнын ауыстыруды ұсынады, бірақ бірден бас тарту алады. Ұшу алдында стюардессалар қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп жатқанда, Лэнс телефонмен дауыстап сөйлесіп көзді ойып алу туралы айтады. Мұндай сөздерден кейін жұрт оған жалт қарайды. Лора оның қорабын көріп, арнайы бөлімге қоюды сұрайды. Ұшып шыққан соң, Ракел жанындағы Джейк есімді жігіттің телефон ұрлығымен айналысатынын байқайды. Ол мұны дағдарыспен түсіндіреді. Біраз уақыттан соң ұшақ турбуленттік аймаққа енеді. Стюардессалар белдік тағуды сұрайды, бірақ араларында тыңдамайтын бұзақылар да табылады. Керемет болды. Бәрі басылған соң Пит кешірім сұрайды. Кенет Лэнстің жағдайы нашарлайды. Сьюзи дәрігер іздеп жатқанда, Лэнс одан сайын жаман болып, дірілдеп, есінен танып қалады. Бред Лэнстің тыныс алуы тоқтағанын түсінеді. Олар жасанды тыныс алдырып, дефибриллятор қолданғанымен нәтиже болмайды. Пит диспетчерге хабарласып, бағытты жалғастыратынын айтады. Токиода оларға жедел жәрдем дайындап қояды. Лора бірінші кластағыларға жалпы бөлімге ауысу керектігін, өйткені мәйіт осында көшірілетінін айтады. Оларға бірінші кластың бонустарын қолдануға рұқсат етіледі. Адамдар Лэнсті тасып жатқанда, Хосин оған тиіп кетіп, қолын бұлғап алады, ал Джейк қымбат сағатқа көз тігеді. Лэнсті креслоға отырғызып, үстін жауып қояды. Дене ұшып кетпеу үшін белдікпен бекітеді. Лиз Лэнс туралы сұрақтар қояды. Бред өзінің ештеңе білмейтінін айтады. Рик пен Хосин өлімді талқылап, оны өмірдің табиғи бөлігі деп атайды. Лора сусын таратқанда, Лэнстің орнынан тыс тауып алады. Көз алдына оның өлімі елестеп, қайнаған суды төгіп алады. Бұл шынтақшада Лэнстің ізін қалдырады. Бред те біртүрлі жайттарды байқайды. Оның саусақтары кенет көгеріп, су бөтелкесі қысылып қалады. Лора дереу белдігін тағып, жолаушыларға да солай етуді бұйырады. Үлгермегендер төбеге ұшып кетеді. Ұшақ тұрақталғанда адамдар құлап, жүктер жан-жаққа шашылады. Салон түтінге толады. Экрандарда қысымның нашарлағаны туралы хабарлама шығады. Оттегі маскалары түседі. Пит масканы тез киеді, ал екінші ұшқыш Томның жағдайы нашарлайды. Ракел дәретханада қалып қояды, онда түтін кіріп жатыр, ал есік кептеліп қалған. Есікті ашқанда түтін одан сайын көп кіріп, қыз есінен танып қалады. Жанында біреудің сұлбасы тұрады. Пияның маскасы істемей қалады. Бред оған өз маскасын беріп, басқа орындыққа жылжып, жаңасын алады. Ол жерден тағы 2 жолаушының қиналғанын көріп, көмекке ұмтылады. Пия есінен танып қалады. Бредтің көзі қарауытады, бірақ бағына орай жанында оттегі баллоны жатқан екен. Ол Пияға оралып, баллонды береді. Біраз уақыттан соң сілкініс тоқтап, түтін сейіледі. Пит маскаларды шешуге рұқсат береді. Турбуленттік кезінде аппарат сынып, герметикалық бұзылған болуы мүмкін. Ол ұшақты төмен түсіріп, қысымды қалыпқа келтіреді. Лора жолаушыларды тексеріп, Ракелді есіне келтіреді. Лиз ноутбуктан үйлену тойының суреттерін қарап отырады. Кенет Лэнс пайда болып, қызды шошытып жібереді, бірақ шын мәнінде ол еш жерде жоқ. Джейк сағат ұрлау және видео түсіру үшін 1-ші класқа өтеді. Лэнстің басы ақырын бұрылады. Джейк жамылғыны жұлып алып, истерикаға түседі.
Пит диспетчермен байланыспақ болады, бірақ ешкім жауап бермейді. Ал Бред фильм көріп отырып, Ленстің жүзін көреді. Пия оған тиіп кеткенде елес жоғалады. Лора борт сыртындағы жасыл отқа назар аударады. Қараса, бұл жойғыш ұшақ, истребитель екен, бірақ Сьюзи Джейктің жоғалып кеткенін айтып, оны алаңдатады. Лора Ракелден Джейктің қайда екенін сұрайды. Ол оның бірінші класста екенін мойындайды. Қыз жоғарыға көтеріліп, Ленстің жоқ болып кеткенін көреді. Олар Питке хабарлайды. Ұшқыш денені табуды бұйырады. Лора Питтен истребительді көрді ме деп сұрайды. Ол жоқ деп жауап береді. Дәретхана қайтадан түтінге толып, ішінен екі қол шығып, Ракелді ұстап алады. Жолаушылар арасында Джейк пен Ленстің жоғалғаны туралы қауесет тарайды. Бред өз галлюцинацияларын айтады. Лиз де көргендіктен олар бірігуді ұйғарады. Алдымен Ленстің сөмкесін алады. Ішінде шаш салынған құтылар, 3 қыздың есімі және қатерлі ісік тудыратын зат бар екен. Лиз Ленс қатерлі ісік тудырып, қыздарды өлтірген деп болжайды, бірақ басқалар сенбейді. Пия Ленстің ноутбугын қосқысы келеді, бірақ құпия сөзді білмейді. Арт жақтан Джакинті келіп, Ленстің қалған жүгін әкеледі де, орнына барып ұйықтауға тырысады. Біреу көрпені ақырын тарта бастайды, астында ешкім жоқ болса да. Стюардессалар жолаушылардың өзгенің жүгін ақтарғанын ұнатпай, орындарына қуады. Сосын Лора жүк бөлімін тексереді. Жолаушылар қорапты ашып, ішінен қозғала алатын қуыршақты табады. Құжаттар бойынша бұл Симигами қуыршағы. Бұл жан алатын өлім рухы. Ленс осы қуыршақты жеткізетін курьер болған шығар. Лораны сөмкелер құлатып, ішінен қолдар шыға бастайды. Пит біреудің даусын естиді, бірақ шудан ештеңе түсінбейді. Сол кезде кабинаға біреу кіріп, Питке шабуыл жасайды. Жүк бөлімінен түтін атқылайды. Қол Сьюзиді ұстамақ болады, бірақ ол қашып үлгереді. Жолаушылар сөрелерден қол шығып, Сьюзиді сүйреп әкеткенін көреді. Бұл не сұмдық? Ұшқыштарды өлтіріп тастаған. Жолаушылар аман қалу екіталай екенін түсініп, орындарына қайтады. Бірақ ол жақта олардың денелері отырған еді. Сөйтсе, олардың барлығы әлдеқашан өліп қалған екен. Бірақ жаны үзілмегендер әлі де ұшақта жүр. Теледидардан бір адам сөйлеп, 7500 рейсінде герметизация бұзылып, оттегі маскалары істен шыққанын хабарлайды. Ұшақ тек автопилотпен ұшып келеді, ал истребитель ұшақта тірі адам бар жоғын тексеріп жүрген екен. Жақында ұшақ теңізге құлайды. Бред пен Пия бір-бірін құшақтап құлауға дайындалады. Элис қолын алғанда бортта қалған соңғы жан өз екенін көреді. Бірақ бұл ұзаққа созылмайды. Осымен фильм аяқталады.